Сәлем достар, сіздерге өзім жиі қолданатын өте пайдалы әрі дәмді смузидің жасалуын көрсеткім келеді. Ол үшін бізге екі нәрсе керек: алма және қызылша. Ең алдымен оларды тазалап, аршып аламыз. Мен қызылшаны шикі күйінде пайдаланып жатырмын, себебі сол кезде витаминнің бәрі бойында сақталады. Алма мен қызылшаны жіңішкелеп турап, блендермен езетіндей ыңғайлы ыдысқа салып аламыз. Блендерге жеңіл болу үшін мен қызылшаны осындай жіңішке етіп турадым. Жемістер салынған ыдысқа 1 стакан жылы су құямыз. Содан кейін блендермен езе бастаймыз. Смузи одан сайын дәмді болу үшін мен кішкене бал қостым. Бұл смузи іш қату кезінде де пайдалы. Ол үшін таңертең аш қарынға 1 стакан ішіп алу керек. Қолжетімді заттардан жасалатын әрі пайдалы смузидің рецепті ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Замира.